Құдайға бәрібір сіз қандай адамсыз? Жақсылық көп жасадыңыз ба, әлде аз ба? Күнә көп жасадыңыз ба, әлде жоқ па? Лайықтысыз ба, әлде жоқ па? Қолыңыздан келе ма, әлде келмей ма? Құдай сізге барлығын беруге дайын. Бүкіл сіз көрмеген өмірді, сіз көрмеген дүниені, сіз көрмеген жақсылықтың барлығын басыңызға үйіп төге салуға дайын. Бірақ оны алатын сіздің ішіңізде рұқсат жоқ. Теңіздің суы қанша көп болғанымен стаканға тек сиятын су ғана сияды. Артық сыймайды. Стаканға қанша су құймаңыз, бүкіл теңізді құйсаңыз да, ол тек ала алатынын ғана алады. Яғни сіздің өзіңіздің ішіңізде дәл осы шексіздікке деген, дәл осы молшылыққа деген рұқсат жоқ. Кейбір адамдар ойлайды, мен сондай жақсы адаммын, неге менің өмірімде жақсылық жоқ? Мен күнә көп жасаған жоқпын, неге менің өмірімде жақсылық жоқ? Мен лайықты адаммын, мен барлығын дұрыс жасап жүрмін, мен әділ адаммын. Бірақ неге менің өмірімде жақсылық жоқ? Сіз сыртқы адамға әділ болуыңыз мүмкінсіз, бірақ өз-өзіңізге сол әділеттілік бар ма? Яғни өмір сіздің жүрегіңізден шыққан сезіміңізге ғана, сіздің ішкі күйіңізге ғана қарайды. Құдай сіздің ішкі күйіңізге қарайды. Егер де дұға тілей отырып ішіңізде жоқшылық болса, Құдайдың мейірімі өте шексіз, сізге дәл сол жоқшылықты береді. Сізді жек көргеннен емес, сізді жазалағаннан емес, бұл сіздің қалауыңыз болды. Егер де ішіңізде қорқыныш болса, демек бұл сіздің қалауыңыз. Және Құдай сізге сізді жақсы көргені үшін сол қалауыңызды береді. Егер де өмірден жақсылықты қаласаңыз, ішіңізден жақсылықты шығарып үйреніңіз. Өмірден махаббатты қаласаңыз, ішіңізден махаббат шығарып үйреніңіз. Өмірден молшылықты, тоқшылықты қаласаңыз, дәл сол молшылық, дәл сол тоқшылық сіздің ішіңізде болуы керек.